Кетті ма? Ояғын кейін турлайсың ғой, кесіп жайына қойып. Балы қосылды. Да, енді грижа мәселесін айтайық. Енді жаңа давлениеге тоқтайтын болсақ. Давлениеде осы 4 сұйықтықтың регулировкасын жасау керек. Бұнда регулировкасын жасау үшін бізге ең главный, ең негізгі мәселелер бауыр, ұйқы без, почка. Осы үшеуін тазалайды. Тазалаған кезде бұл жерде диета, тамақ. Не жеу керек, не жемеу керек. Бұнекен адамның жүріс-тұрысы, бұнекен адамның духовный состояниясы. Осы үшеуіне қарап тұрып, регулировка жасалады. Так. Енді грижаға келіп тоқтайық. Грижаға келіп тоқтайтын болсақ, бұл грижаның келіп шығуында да уже грижа болмай жатып, уже адам 1 жыл алдын грижаға дайын болады, кандидатура болады. Грижа болған жоқ әлі. 1 жылдан алып, 1 жыл, мысалы үшін бізге маған ауру келетін болса, бізге ауру келетін. Мен айтамын, сен 1 жылдан кейін грижа боласың деп. Уже фон дайын. Қалай фон дайын? Ол адам диетаны ұстамайды. Диета ұстамағаннан кейін қанның составы өзгереді. Жаңағы 4 сұйықтықтың балансы өзгереді. Баланс өзгергенде омыртқада не болады? Омыртқада уже шылақтар жинала бастайды. Шылақ жиналғаннан кейін ол жердегі эмалдың составы өзгере бастайды. Эмалдың составы өзгергеннен кейін ол арзымаған нәрседен грижа болады кейін. Адам еңкейгенде тұрмай қалады мысалы үшін. Еңкейгенде жаңағы айнып кеткен диск уже грижа шығып қалады. Так. Одан кейін ол образ жизньді сақтамайды. Физический нагрузка бермейді, физкультура қылмайды. Не болады? Даже болса қазір сондай бизнесмендер келеді бізге. Мәшинені беріп қойсаң, жаңағы төлетіне де сол егер сол жерге мәшине барса, сол барып төлетіне мәшинеге кіріп мәшинеге қайтып келеді. Не болады? Тамақ барады жұмысына, жейді, мәшинеге отырады, тамақты жейді, келеді, жатады болды. Оның еще басы қатыстайды, басқа нагрузка келеді постоянно. Мия істейді ғой. Мия істейді, бірақ физический нагрузка жоқ. Одан кейін не болады? Қан полный айнып кетеді, организмдегі қан. Состав, баланс, жаңағы 4 сұйықтықты айтты ғой. 4 сұйықтықтың балансы өзгеріп кетеді. Соның үшін қазір мына грижа көбейіп жатыр, давление көбейіп жатыр, так, жировой гепатоз көбейіп жатыр, так. Бұның себебі восточный медицина түсіргенде осындай. Енді бұл жерде және мизаж деген теорияны еске алу керек. Мизаж. Адамның мизажы баланста болу керек. Организмде 2 күш бар. Бірі ыстық, бірі суық. Бұл энергияны береді, энергия. Адамға ең главный адам энергиясын ұстап тұру керек. Энергияны беру үшін жаңағы 4 сұйықтық нормада тұру керек. Адамның мизажы баланста болу керек, организмде ыстық па суық. Екінші мәселе кетті ма? Үшінші мәселе адамның духы жайында болу керек. Төртінші мәселе адам дұрыс тамақтану керек. Адам образ жизнін сақтау керек. Мына қазір біздің ең өкіметіміздің қағидасы салауатты тұрмыс салты деген нәрсе бар. Бұл өте маңызды нәрсе. Адамзат ауырмай жатып әрекетін қылу керек. Енді оның әрекетін қылу әртүрлі. Біздің восточный медицинаның теориялары бойынша чуть-чуть айырмашылығы бар. Европейскийде чуть-чуть айырмашылығы бар. Бізде ең главный бірінші тамақты адамның мижазына қарап ажыратып береді, мижаз. Оның үшін адам бірінші өзінің мижазын білу керек. Оның ыстығы бар ма, суығы бар ма? Егер ыстығы көп адам, ол вообще тамақтар да бөлінеді мижазға. Ыстық мижазы тамақтар, суық мижазы тамақтар. Еттер бөлінеді, продуктылар бөлінеді, овощтар бөлінеді. Бұл туралы бүгінгі біздің мынау айтып жатқан лекциямызға, бүгінгі программамызға ол не дейді? Бұл туралы информация бүгін бермейміз біз. Қазір общий назарияда туралы айтамыз да, бірақ кейінгі информациямыз береміз. Тамаққа қалай байланысты. Ендігі мәселе. Айтып өттім мен. Грижаның келіп шығудан алдын жоқ. Адам 1 жыл алдын грижаға дайын болады жоқ. Неге? Ол диетасы дұрыс емес, образ жизни дұрыс емес. Соның үшін ол уже грижаға дайын уже. Ол арзымаған нәрседен грижа болады. 3 килограмм жүкті көтереді, грижа болады. Яки болмасам кетіп атып қаттырақ жүгіріп жіберсе, анау былай нагрузка келген кезде не шығып қалады ішіндегі дискадағы. Демал, грижа болады. Еңкейіп нәрсе көтергенде грижа болып қалады. Так? Потому что оның мынау дискасы слабый. Енді давление айтатын болсақ, давление 4 сұйықтықтың балансы өзгерген, мижазы өзгерген. Так? Егер сол 4 сұйықтықты біз балансын турлап қоятын болсақ, давление түседі. Мысалы жаңағы айттым ғой, мен Қарағандыдан келген апай. Bütün analizin ben teksirip 200 мың теңгесін кетіріп бізге келді ол. Ол кісі айтты, менің ауруым генетический екен, мен түсірмейді екен. Мен өмірім ақырына шейін дәрі ішіп жүр екен дедім. Ол келгеннен кейін біз оның мижазын турладық, диетасын турладық, организмін тазаладық, 4 сұйықтық балансы келтірдік, давление ол жерде түсті. Ол кісі 200 мың келген, байды 120-ға жүре алмай қалды. Біз оның давлениесін 140-150-ге шығарып бердік.
Келіп үйіне кетті, 2 ай режиммен жүрді, келді, азыр ол кісінің дәлденесі 120. Адамзаттың дәлденесі 120-ма 80-мен жүру керек. Жасыңыз 60-ға бара ма, 80-ге бара ма, 90-ға бара ма, 100-ге бара ма, 120-ма 80-мен жүруіңіз керек дәлденеміз. 60-ға барғанда 160, 80-ге барғанда 180 деген нәрсе, это неправильно. Қазір оздың нелері өзгерді қазір. Адам 120-ма 80-мен жүру керек. Так, сонда бүтін организмнің не дейді, сосудтары балансты істеп тұрар екен. Енді жировой гепатоз. Не көбейіп кетті? Жировой гепатоз тоже самое. Питание неправильное, образ жизни неправильный, духовное состояние неправильное. Так, соның арқасында уже кетті. Бәрі нагрузка мына бауырға келеді. Одан кейін организмді никто қазір не чистит, тазаламайды. Ана 4 сұйықтықты жайына келтірмейді адамзат. Соның арқасында уже ауруға қосылып кете береді ар жағына. Одан кейін анеке барсаңыз, докторлар сізге дәріні қосып бере береді, барсаңыз және қосып бере береді, дәрінің түспесе дәрі көбейіп бара береді. Так, неше өзіңіздің питанияңызды. Енді питание мәселесінде тоже біздің восточный медицинаның питаниясы сатурпасы совсем другое, отличается от европейской медицины. Европейской медицина мысалы анау не бар, стулья Певзнер деген 18 стул бар да. Ол по Певзнер айтқан кезде ол совсем другой подходтар. Біз дегенде мижаз теориясында. Мен мысалы жүзімнің өзін асаңыз да жүзімнің түрлі мижазы бар. Мен мысалы жүзім енді пісіп келе жатқан кезде ғұрра жүзім дейді. Ғұрра жүзім деген нардан болады да, дәмі кислый сладкий болады. Ол адамның қанына кіріп сүйдірады екен. Так, өте пайдалы. Кімнің дәрменесі болса, кімнің жировой гепатозы болса, егер сол соқты сығып ішетін болса, мысалы 10 күн ішсе сол соқты, жировой гепатоз түбімен кетіреді ол. Көктемдегі піспеген жүзім. Енді жүзім жаздың күні, шілденің күні жақсы пісетін болса, оның уже мижазы ыстық көтіп қалады. Оны жеген адам сақыр көтеріледі, дәмінесі сатады. Не көргім? Қай бір жылы Ташкентте жүргенімізде жаңағыдағы жүзім пісіп, ішіндегі ыстығы көбейіп кеткен, 200 грамм жүзім жеген, инфарктпен реанимацияға түскен больной. Соның үшін барлық нәрсенің мижазына қарап біз береміз. Адамның мижазын табамыз, сол адамның мижазына қарап жаңағы береміз. Мысалы үшін грижа келетін болса, біздің лечебный подходтарымыз по-другому. Біз оның грижасын лечение қылудан алдын оның бауырын тазалаймыз, ұйқы безін тазалаймыз, пушкасын тазалаймыз, қанын жаңағы 4 сұйықтығын туралаймыз. Одан кейін ана диска жайына келе бастайды. Одан кейін дисканы жайына саламыз. Соның үшін біздің лечебный подходтарымыз немножко отличается от европейской медицины. Келгеннен бастап жаңағыдағы нестероидный обезболивающияларды басып құймастан, жаңағыдағы регулировка жасағаннан кейін оның грижасы басқа түрме жайына келеді. Одан шыққаннан кейін ол қайтадан 6 рет операцияға түспейді ол, жаңағы бізге Қызылордадан келген жігітке ұқсап. Ол шыққаннан кейін біз оған диетаны дайындаймыз, образ жизнь туралаймыз, психологиясын туралаймыз, так, яғни духовный состояниесын туралаймыз. Так, соған қарап ол грижамен қайталаймайды. Мен мысалын айтайын. Қазір мен біраз тоқтап өтейін. Питание. Питанияға келгенде айттым мен, жаңағы мижазға қарап. Барлық тамақ ыстық суыққа бөлінеді. Бұған отдельно мен лекция беремін, оны бәрін түсініп аласыздар. Или жаңағы біздің неге кірсеңіз, мен ол жерде берген лекцияларым бар. Тамақтардың мижазы қалай не қылады? Адамдардың мижазы қандайға бөлінеді, оны қайда анықтау керек, ол туралы передачаларым бар менің. Енді грижамен келген кезде бірінші питанияны туралаймыз. Түзеліп болғаннан кейін де енді что қайталамау үшін. Так, питаниясын туралаймыз, жүріс-тұрысын туралаймыз, духовный состояниесын туралаймыз. Так, жүріс-тұрыс қалай? Жүріс-тұрыс, физкультура, спорт, так, специальный нелер бар, режимдер, уақытымыз қалай? Болады ма? Болады. Так, екінші мәселе, духовный состояниесі. Адамның ойына қарап грижа пайда болар екен, грижа. Мен сізге қазір примермен сөйлесіп берейін. Баяғыда мен Ташкентте келгенмін. Қазір келгеніме 11 жыл болды. Ташкентте докторский қылдым, кандидатский қылдым, кандидатский Ленинградта қылып жасадым. Докторскийді Қытаймен совместный болды, біздің имиджіне бойынша. Содан кейін мен қазір Қазақстанға келіп, Қазақстан үшін қызмет, потому что келген қазақ қой енді. Есің барда елің тап деп, қазір Қазақстанда қызмет қылдым. Халыққа қызмет көрсетіп жатырмыз. Өзімнің бар сол докторскийімнен, бүтін Қытайдан, Индиядан, Вьетнамдан, Кореядан алған ілімдерінің бәрін халыққа беруге әрекет жасап жатырмын. Это моя миссия. Енді қазір мен жасым уже 65-тен асып жатыр ғой. Это моя миссия. Бұда Алла Тағала неше жыл жас берген. Бұдан былай мен осы халыққа қызмет қылып өтемін. Так? Бірақ мен қазір көбірек қызмет қылуым керек, потому что слишком нелер көбейіп барады. Инсульттар көбейіп барады. Так, давлениеден қирап жатқан инфаркттар көбейіп барады, грижа көбейіп барады. Кеше біреу келіпті жылап. 1 миллион 200 мыңға операция қылды дегенде жаңағы грижасы. Келді 4 күнде жүріпті өзінің аяғында. Шақырып кете интервью берсек те болады ол кісілерде. 1 миллион 200 мыңға операция қылды деген апайға. Бізге келді,
Jutpay anda. Ane gün keldi. Тоже 500 мың сұраған операцияға, грижаға. Болмаса аяғым кәлек болып жүрмей қалсын деген. Ол да келіп жылап. Қазір міне жүр қазір без операция, да? Енді мен өзімді мақтап жатқан жоқпын. Бәлкім өзінің несі бар, бірақ просто пример келтіріп жатырмын да. Яғни духовный состояниеда тоқтағанбыз ғой. Дух қалай әсер қылады грижаға. Да, мен Ташкентте жүргенде біздің неміз бар еді, жездеміз. Ол кісі жаңағы неде істеді, прокуратурада. Прокуратурада оған тұхмет болды, ана болды, ол үшін жезде қамалатын болды. Жезде қамалатын болғаннан кейін әпкеміз сәтті грижа ұстады әпкемізді. Бел деген қисап қалды. Шыңғырып жүр адам, шыңғырып. Өзі жезде қамалайын деп жатыр, әпке шыңғырып жүр. Міне қалай психологический состояние, жезденің қамалу состояниеда ана грижаға әсер қылды, грижа ұстап қалды. Одан кейін грижаға жездені ана қылдық, мына қылдық шығардық. Жезде бір айдан кейін шықты, әпке бір аптадан кейін түзелді. Міне қараңыздар. Адамның психологический состояниясы қанша әсер қылады. Потому что дух бірінші орында тұрады. Сол үшін адамзат ойды жақсылау керек, жақсы нәрсе ойлау керек, халыққа қызмет қылуды ойлау керек, Алланы тану керек. Сонда адамның жолы ашылады, берекет болады. Енді біреуге жаңағыдағы не дейді, біреуді қиратам десеңіз, ақшасын алам десеңіз, ойыңыз арам болатын болса, ісіңізде жүріспейді, денсаулығыңызда болмайды. Енді ойлап қараңыз, бір жаман нәрсені ойладыңыз. Так, ол түнде ұйқыңыз қашады. Ұйқыңыз қашатса мысалы, оны ойлай бастайсыз. Оның ақшасын алсам ертең кесе қандай болады, кетті. Ұйқы қашты, болды, ертесіне дәлдене боласыз. Міне қалай взаимосвязаны дух. Міне қазір жаңа Қазақстан ба? Жаңа Қазақстан құру керек. Құрғанда Қазақстан сондай құру керек, халық бұл жерде жақсы жасау керек. Барлығында дасатты болу керек, демдері сау болу керек. Так? Халықтың бәрі жаңадағы дұрыс тамақтануы өту керек. Салауатты тұрмыс салтын сақтау керек. Духовный состояниесін турлау керек. Сонда уже міне қалай қаяққа мәселе тақалып жатыр бар. Жаңағыда грижаның кілті, дәвлененің кілті, жировой гепатозының кілті. Айттым ғой мен сізге, на көйіп барады бұлар деп. Міне осыған келіп тақалады былай. Восточный медицина бойынша тамақтану, образ жизнь жүріс-тұру. Мысалы жаңағы айттым ғой жаңағы бизнесмен. Ол тамағын жесе, оның басы дейді, ақшаны қайтып табу керек, анаман қайтып мәміле қылу керек, ананы қайтып алдау керек, ананы қайтып тартып алу керек. Бәрі ой, анау алдап кетті, кидат қылды, оны қайтып қайтару керек, кіммен сөйлесу керек. Кешқұрым не болады ол? Кешқұрым ұйықтамайды ол бизнесмен. Кетті ғой, ұйқы кетті, болды, денсаулық кетті, хоп. Соның үшін баяғыда біздің мамамыз айтар еді. Қара суымнан қара нанды жеп отырсам да дейді. Денім сау болса, Аллаға мың қырда шүкір қыламын дейді. Қарап, қара суымнан қара нан. Қара сорпа дейді, қара сорпамен қара сорпа деген білесіздер ме? Қара сорпа баяғыда ашаршылық уақытта қара сорпа деген болар екен. Маған мамашқа үйреткен оны. Бір қасық май саласыз, 2 пияз турайсыз, қуырасыз, су құйсаңыз, целый 10 адамға тамақ болады. Сорпа, қара сорпа, соны қара сорпа дейді. Бұны ашаршылық уақытта істеткен. Қара сорпамен қара нан жеп отырсам да дейді. Денім сау болса, Аллаға мың қырда шүкір боламын дейді. Міне бізге келіп жатыр ғой адамдар. Кеше біреу келіпті, джиппенен 4 баласы бар, миллионер балалары. Миллионер емес, балалар бақуат. Әкесін әкеліпті бұлай. Әкесі бұлай. 4 рет инсульт болған әкесі, өліп қалмапты. Кеше дәлдене 220-ға 120 фурқол істемейді. Ағай осыған қарап берсеңіз, не десеңіз қыламыз. Мен келіп көрдім еді әкесін. Әкесінің дәлденесі 220 дәлдене. Жақсы кеткен. Кеше папаңызға не бердіңіз дедім де, мен сөйтсем папама 5 бармақтан қазы қартап бердім дейді. Қалай оны бердіңіз? Одан басқа тамақ жемейді дейді. Қалай оны түсінесіз? Айтқан жаңа полный режим бұзылып отыр ғой. Тамақ бұзылып отыр, тамақ. Дәбдене 220 5 бармақтан жылқы етін жеп жатыр қазымен қосып. Ол қалай түсінесіз оны? Егер сол әкесі диетаға отырса, режим ұстаса, образ жизнь турласа, соны бешаға қайтарса болады. Не дұрыс емес? Мынаның ішіндегі нелер дұрыс емес, направление дұрыс емес. Направление. Соның үшін біздің восточный медицинада ең ғалым жаңа айтқан қағидалар. Мижазға қарап тамақтандыру. Бұның арқасында жаңа 4 сұйықтықты регулировка жасайды. Любой ауру түзеледі. Дәвлене түзеледі, не дейді анау? Экзема түзеледі, так, шаш түсіп қалғанда шаш шығады. Так, памяті кеткенде памяті келеді. Так, жүрек ауырайдан жүрек ашқазан, ішімде бауырлардың бәр жайына келеді. Автоматически жайына келеді. Так, екінші мәселе. Образ жизнь. Адам обязательно өзінің образ жизнь турлау керек. Жүрісі, тұрысы, физкультурасы, жатуы. Міне қазір өкіметіміздің кетіп отыр, салауатты тұрмыс салтына түсу керек.
Bunu biz ne deydi? Bunu agitatsiya propaganda жасауымыз керек. И то оны дұрыс беру керек адамдарға. Үшінші мәселе. Адамның духовный состояниесі дейді. Дух. Да? Сіз ойыңызды жақсылаңыз. Халыққа қызмет қылыңыз. Ниетті жақсылаңыз. Халықта мақал бар. Жақсы ниет жарым ырыс дейді. Халықта бізде өте не дейді? Мудрый әңгімелер көп. Қараңыз, жақсы ниет жарым ырыс. Ниетті жақсыладыңыз, Алла Тағала сізге уже жарым ырысқыңызды беріп тұр деген сөз да. Уақиғат ол. Потому что жақсы ниет қылдыңыз, сізге біреуден бермесе, екіншісінен береді Алла Тағала. Алла Тағала өзінің сыйлығын бәрін беріп қойған. Сіз жақсы ниетпен жүре беріңіз. Өз Алла Тағала бере береді. Бермесе шүкір қылыңыз. Және береді. Не береді? Балдарыңыздың денсаулығы жақсы болады. Өзіңіздің дүниеңіз көбейсе, балдардан көбейеді. Неге сіз дұрыс жолмен кетіп жатсыз? Мәселе қайда барып тақалады? Мәселе қайда тақалады? Міне бұның барлығы осы ескі медицинаның қағидалары. Бірақ бұның барлығы четко істейді. Егер осының бәріне келіп отырып, осының бәрін істейтін болса, бірінші Алладан сұрайды ғой енді. Любой жаңағы жировой гепатоз, давление, грижа түзеледі. Енді братла жаңағы Құдай қойған грижалар бар, 12 сантиметрлік, жаңағы 12 миллиметр асып кеткен. Олар енді түзеуді қиын ғой. Оларға аламыз деп айтамаймыз. Бірақ основной масса осы режимге түссе, түзеледі. Түзелгенде мейлі, ол қайталанбайды. Мысалы бізге келіп біздің режимге түскеннен кейін дәліне қайталанбайды ақсақалдар. Дәліне түзеледі. Осы режимге түссеңіз, дәлінеңіз 120-мас 80-90-ға барғанда жүресіз. Осы қағидаға түссеңіз, ауырмайсыз. Айтамыз адамдарға, сіз осыған түссеңіз, ауырмайсыз, сыздамайсыз, жүресіз өзіңіздің аяғында. Ең үлкен бақыт. Не ең үлкен бақыт? Ең үлкен бақыт, ертең жасыңыз 80-ге 90-ға барғанда, көңіліңіз тыныш, деніңіз сау, өзіңіздің аяғыңызды жүрсіз, туалетіңізге барбассыз, тамағыңызды әкебассыз. Бұл үлкен бақыт. Осыған жетіп бару керек. Дүние қап кетеді бала шағаңызға, өліп кетеді бар. Қай қаладансыз дейді, аға жауап бересіңіз. Қазір сұрап жатыр екен, мен өзім Ташкенттің тумасымын, Ташкент облысы Ташкент қаласында туылғанмын. Өзім кіші жүзбін, бұл жерде бәрі жүзге қарай деген ғой, Рамаданмын. Кіші жүз алдар көсен ұрығымын, айтсың ба? Қай қала дейді? Қала Шымкент. Шымкент, Ташкент. Шымкент бұл жәннат жер, жәннат. Ауасы, суы барлығы. Шымкенттеміз қазір. Біздің клиникамыз бар, кірсеңіздер, бұл клиниканың адрестерін бар, не береді, менеджерлеріміз береді, қазір біздің клиникамыз істеп жатыр, пожалуйста. Егер ем аламыз десеңіздер, осы қағидаларға отырасыздар. Біреулер келді ғой, маған өген сахарный диабет кетті маған. Мен дейді, диета ұстамаймын дейді, режиміңізге түспеймін дейді. Өзінің уже мына крышкасы кетіп қалған, бизнестері бар екен, аяты қираған барлығы. Анаған банкрот болған, ана алдаған, малайған, мен айтым, сен болмайсың бізге дедім, қайда жүрдің дедім. Ол қалай енді дейсіз ол, крышкасы кетіп қалған уже. Ойының бәрі анақта уже кетіп қалған уже. Онда мен уже міндерге келген барлығы қараймыз, біз 2-3 күнде былай жүріс-тұрысына қараймыз, 3 күнде келмей шығарып жүрмін барлығы. Сізді емдей алмаймыз біз дейміз. Неге? Ол маған сұрайды. Сіз мынауыңызды турлаңыз, болмаса біз кете береміз. Мен сізді емдемеймін де қайта жүремін. Сондай менің жесткий пландарым. Я тур жолға жүр, я басқа жерге бар, пожалуйста. Бауырды май басқанға қандай ем бар дейді? Бауырды май басқанға, мына қазір сойлар келеді, бауырды май басқанға жаңағыдағы айтқан нәрсе. Бірінші, диета. Диетада әзір интернетте тығылып жатыр диета дегеніміз. Мынандай же, андай жеме, андай же адамдар ақша істеу үшін әзір сабатыр диетаны. Әнеугі біреу жировой гепатоз кепті. Маған да өзі. Адам Францияның балығын алып жеп жатыр екен. Копченый балы бар ғой? Италияның икрасын алып жеп жатыр екен. Жировой гепатоз түседі үшін. Өзімізде тұр ғой табиғи, натуральный нәрселер. Диетаға отырғыздан. Жировой гепатоз кетті ананы екен. Тур отыру керек. Мижазға қарап диетаға отыру керек. Адам болған үшін өзінің мижазын білу керек. Төртінші мәселе, торт сұйықтықты жайына келтіру керек. Үшінші мәселе, анау нені турлау керек. Бауыр турлау керек. Бауырдың состояниясын турлау керек. Өнеге адам духовный состояниясын турлау керек. Духовный состояниясын. Мен сіздерге қазір осының үстінде бір мысал келтірейін. Ташкентте жүргенде бауыр менен дух қалай связан дейді. Союз ажырап жатқан кезде Москвадан, сонда біздің папашка инвалид, біздің папашкамен бір және инвалид Москваға жазған машина аламыз деп. Келді машина. Нива келгенде Союз ажырап жатқанда. Біздің папашка Ниваны алды. Bizim babacığım ortağı var ya, тоже invalid.
Ол 2-3 жасқасын салып бір қап пұлды ұстады да мен 0,6 аламын деді. Ол кезде 0,6 жүйе ғой, опыт не болған ғой. Сонынан машина жоқ, перестройка басталды, жаңағы 2-3 жасқаның пұлы күйіп кетті. Сон купон шығып кетті да, бір қап пұл күйіп кетті. Бұна бауыр ақшамен қалай байланысты? Ана бала көкенің бауыры іріп кетті, іріп. Мен өзім көрдім реанимацияға барып, іріп кеткен бауыр. Сіз жировой гепатоз айтасыз ғой? Мен ақшаменен бауыр қандай связаны? Ақша? Бауыр. Бауыр іріп кетті, полный. Сонда мен көрдім. Машина кетті, 2-3 жасқаның бір қап ақшасы кетті, сон купон кетті, оны аламайды. Ол да 3 айда ақсақал бауыр, сапасау жүрген ақсақал бауыр іріп кетті. Мен соншалықты жаңа мен айтқан 3 қағида. Әзіранеге барсақ не анау реклама шығады. Так, рекламаны сондай беріп жатыр дәрілерге. Ол дәрілердің бәрін есілі мына 3 қағиданы турламасаңыз, ол дәрілер пайдасы жоқ. Диета мижазға қарап, 4 сүйікті турлау, жүріс-тұрысты турлау, салауатты тұрмыс тәрбие түсу, мына мияңызды турлау, ниетті турлау керек, ниетті. Осында ана жировой гепатоздан құтыласыз. Болмаса секен жировой гепатоз неге барады? Ақыры циррозбен бітеді. Вот жировой гепатоздың емі осындай. Біз бұл жерде ем дегенде шөп дәрілер істетеміз, біз бауыр тазалаймыз, оған малхам деген бар, біз оны істетеміз, адамның мижазына қарап полный режим дайындаймыз, оны жаңағы неге қағидаларын бәріне түсіреміз. Оны жировой гепатоз түсіреді автоматически. Адам өзгереді. Адамның бірінші мнениесі өзгереді. Адамның ой санасы өзгереді. Бәрін мен сізге қазір яғни примердермен айтып беріп жатырмын барлығын. Болған вақиғаларынан айтып беріп жатырмын сізге. Факттермен көрсетіп беріп жатырмын барлығын. Да, соның үшін біздің восточный медицинаның түбі өте шұқыр, бұл 1000 жылдарға барып тағалады. Бізде өте үлкен ғылым болған біздің мынау түркі халықтарында. Бұның бәрі мынау революциядан кейін мынау орыстар келіп құртқан біздің барлығымызды. Бүтін табиб, ол хаким деген, табиб деген солардың бәрін құлақ деп айдаған. Бүтін кітаптардың бәрін жаққан. Ибн Синаның өзін полностью запрет қылған, қолдануды. Мен сонда кандидатский қорғап жүргенде мен айтқанмын, біздің Мажидов деген ұстазымыз бар еді. Мен өзі Ибн Синадан кандидатский қылмақшымын дегенде ол кісі айтқан маған, по секрету деді. Бұны ашып болмайды, бұның бәрі дұрыс, бірақ бұдан кандидатский қыламайды. Ол кезде Советский Союз ғой енді. Сонда 81 жылдар. Мен не қылу керек дедім. Сен Москваға барғанда аспирантураға түскін деді маған. Аспирантураға түскенде бір қап пұлды ағын деді. Барасың бір еврейге ақша бересің деді. Ақша бересің, кандидатский саған жазып береді погонға деді. Содан келесің, келгеннен кейін пожалуйста, кандидатын алып, одан кейін Ибн Синадан докторскийін қыла бересің деді. Сол бойынша бардым, бірақ Москва емес Ленинградқа бардым. Енді Алланың маған берген миссиясын қарасаңызшы. Сол кезде мен уже анау бүтін енді мына қисық жолға түскен кезімде Алла өзі турлап қойды. Сөйтіп мен Ленинградта китайский медицинадан Қытай Ленинградта ең Ибн Синде экватория бойынша Качан деген Александр Равимович бар. Ол Қытай тілін біледі. 5 жыл Қытайда оқып келген, әйелі китаянка. Сол ең союзда күшті қытайский медицина болған специалист. Сол қолына түсіп қалдым мен. Мына Алланың берген бұйрығын көріп ма? Содан орында кандидатский шығып келіп, кандидат болып келгеннен кейін Ташкентте ақиқаттан сол менің ұстазым айтқаны келді. Мен кейін менен Ибн Синадан докторскийін қорғадым. Сол білімді қазір халыққа мен беріп жатырмын. Бұл менің миссиям. Мен bunu беруім керек. Сұрақ қойып отырмын. Сұрақтарға жауап беремін деп барады. Растропшаның малхам шайын овес ішіп жатырмын 3-4 айдан бері дейді. Жировой гепатозға бола ма дейді сол. Ол жерде сөз тек қана малхамда емес. Диетаны туралау керек. Диетадан кейін малхам ішу керек. Ота да будет эффект. Растропшаның малхам шайын дейді. Қаяқтың малхам шайы? Растропшаның. Растропша малхам шайы болмайды ғой. Болмайды ғой. Біріншіден ол адамды келіп көру керек, тамыр ұстап көру керек, оның мижазын анықтау керек, ыстықтан болады ма, суықтан болады ма, ол бірінші тазалау керек па, өт жолдарында ма, или ұйқы безде ма, или оның менталитетінде ма, оны көргеннен кейін оның бәрін анықтап тұрып, біз тек қана растропшадан тіріліп бітпейді. Тек қана растропшадан айтып жаңағы, өзінше жаңағы ненің Францияның жаңағы несін, Италияның несін икрасын әкелген, ненің Англияның копченый балығын әкелген. Сонан жировой гепатозды емдеп жатыр да. Ақыры оны емдеп жүріп, көзінің несі атсылы болып қалды. Өзі стоматолог. Знаменитый Шымкентте. Менің досым өзі. Білесіз бе? Катастрофа, кетті катастрофа. Тағы бір сұрақ. Тез сұрақ. Оң жағым қатты ауырып жүр, қабырғамның астар дейді.
оң жақ қабырғаның асты ауырып жүр дейді. Оң жақ қабырғаны ауырған болса, енді бұл жерде обязательно мижаздарын басқасындарын көру керек қой, бұл жерде бірақ европейский медицина күшті, европейский до того күшті. Ол европейский медицинаның несін қолдану керек. Оның бірінші УЗИ қылу керек, тас бар ма, жировой гепатоз бар, тастың қандай түрі бар. Біреулердің бізге келіп тасты қылып қалған аузына. Бізге келді, біз бәр нәрсені емдейміз, ол аспандағы айда береміз деп айта алмаймыз біз. Бәрін реально қарау керек. Біздің қолымыздан келетін нәрсе бар, келмейтін нәрсе. Ана күн біреу келді. Ол қабырғасының асты ауырайды. УЗИ қылдық. Сөйтсек ананың тасты қылып қалған аузына бар. Өтім жоқ дейді ғой. Өті жоқ. Қабырғасының асты ауырады. Өті жоқ болса, онда бауырдың өзін көру керек. Бауырдың өзінде онда себеп. Бірақ бірінші бізде ең күшті не? Біз бірінші диагноз қоямыз. Европейский диагноз қоямыз, восточный диагноз қоямыз. Одан кейін екеуін қойғаннан кейін жайлап, одан кейін жаңағыда біз өзіміздің системаға саламыз. Тамақ, образ жизни и психологическое состояние. Любой ауру түзеледі. Жаңағы айтып отырған апайдың міне ауру тот түзеледі. Енді онdan духовный состояниесін көру керек. Үйінде не проблема бар? Балалары қалай, келіні қалай, кіммен тұрады, қожайын іше ме, ішпей ме? Күйеуі гулять қыла ма, қылмай ма? Ода деп все имеет роль мынаға, біліп алыңдар. Сұрақ қағай. Сәлеметсіз бе, давлением 200 болып кетіп жатыр, жасым 43-те не істесе болады дейді. Міне жаңа айттым ғой, Қарағандыдан келген апай. Қарағандыдан келген апай өзім школ директор екен. Мынандай қағазда әкелді маған, тексермеген жері қалмаған. Ақырында генетический деген. Бұл апайдың да есі жаңағыдағы 4 мижазын анықтаса, 4 сұйықтығын жайына келсе, давлениесі жайына түседі. Без заговорочно. Сізге жазылып барамыз ба? Енді бізде қазір очередь өте үлкен. Біздің телефондарымыз бар, очередь жазу керек. Қазір 10-15 күн кетіп жатыр қазір. Жаңа клиникамыз қазір бітпей жатыр, құда қазір біту керек, сәл уақыт кешікті енді. Сонан адамды сидырмай жатырмыз қазір. Бірақ жазылып келу керек бізге. Енді бізге келгенде былай қағидалар бар. Бірінші Алланы айту керек, біз айтамыз. Біз әрекет Алладан шифа деп. Бұл ақиқат бұл. Біреулер келеді, келгенде сенімменен келу керек, көңілменен келу керек. Сенімменен, көңілменен келсе, мен су берсем де түседі, бұл ақиқат ол. Егер көңілменен келмесе, болды. Мысалы, 3 адам тамақтанып отырмыз. 3 адам тамақтанып отырмыз. Нормальный тамақ келді. 3 адамның біреуіне жарашық, ұшық дейді ғой енді. Неге жарашық болды? Ананың көңіліне қалды. Ана екеуі көңілі алған жоқ. Қыласпаған тамақ жеді. Правильно? Сол үшін егер де көңілмен келсе, біз жаңадағы системаның бәріне саламыз, давление түзеледі. Давление түзелмейді ме? Түзеледі. Давление 120-ға 80-ге түседі. Содан кейін режиммен жүрсе, сол 80-90-ға барғанша давление жүреді. Менің әкем 100-ге келіп қайтыс болған, 120-ға 80 болған давлениесі. Көзі без очко оқырды. Құлағы без аппарат тыңдар еді. Әкем мақтанған емес енді ол. Сондай болды да, бірақ енді 100-ге келгеннен кейін, сонан кейін әкем бір күні өзім намаз оқыған кезде сұрайын деді. Я Алла 100-ге барайын деді. 100-ге келгеннен кейін сонан бір күні балам мен шаршадым бұл дүниеден деді да. Енді ар дүние кетсем деген деді. Міне. Сөйтті сонан енді дамалармен масағатып, болмаса өзі кететін болса рұқсатын берді. Сөйтіп қайырластық 3 күннен кейін әкем ұйықтап кете салды сонан. Міне. Қандай сұрақ бар? Жаңағы кісі айтып отыр, қабырғамның асты ауырды. Күнде жылаймын, күнде айқай-шу, неше күннен бері қабырғамның асты қатты ауырады оң жағым дейді. Апай, сізге сіз МРТ қылдырыңыз, брюшной полоз бауырыңызға. МРТ қылдырыңызда сразу бізге жөнелтіңіз. Біздің неге WhatsApp-тарға, координаттарға сізге кейін мазағат беремін, бізге келесіз. Пожалуйста. Сіз қажет тұрады екен апай өзі? Жазған жоқ. Света деген апай екен. Света апай, бізбен байланысты болыңыз, пожалуйста. Біз именно бауырға қараймыз. Ақтау дейді. Бізге Ақтаудан көп келеді аурулар. Ақтау сіздерге экологический анша не дейді. Сізде көп 70-80% адамдардың именно бауырында проблема. Неге? Экология жатақ сіздерде. Су жатақ, экология, соның бәрі мынауға әсер қылады бауырға. Сіз, пожалуйста, МРТ істетіңіз. МРТ істетіңіз де біздің WhatsApp-тарға жазып беріңіз. Докторлардың қағаздарын жіберіңіз бізге. Біз көрейік те. Содан сізге қаншалықты жәрдем бере аламыз, айтамыз сізге. Келесіз, пожалуйста. Тағы бір сұрақ бар. Болды, басқа сұрақ жоқ. Малхам жайлы сұрап. Енді малхам жайлы айталық. Малхам деген сөздің өзі не? Малхам деген сөз бұл просто травяной состав. Медицинаның малхамдары көп. Жаңа расторовшаны айтады ғой, көп. Малхам расторовшаны қайнатсаңыз тоже малхам болады. Малхам деген просто не? Малхам шөп дәрі деген сөз. Малхам қазір Самарқанда бар, Каттақорғанда малхам. Оның составы бар. Енді бізде малхам бар. Біздің өзіміздің составымыз бар. Бізде малхамда 30 түрлі шөп дәріден істелген малхам. Ол состав. Полный жаңағыдағы 4 сұйықтықты турлайды организмде.
Малхам кезінде әбден диетаға отыру керек, это строгий. Жейтін тамақ бар, жемейтін тамақ бар. Міне кешегі болған оқиға. Біз Малхамға отырғыздық, апай 6-шы күні жақсы болып қалды. Жақсы апай. Түнде мені шақырып барсам, апай 200-ге шығып кеткен дәрменесі. Үзеп кешқұрым құдағайы келген оның. Құдағайы жылқының етімен қазымын 5 бармаққа келген. Ол 5 бармақты апай ұрып алған. Ол кетті дәрмене 200 криз уже. Міне. Малхам кезінде строгий диета болу керек. Сонда организм полный өзгереді, бауыр өзгереді, жаңа 4 сұйықтық жайына келеді. Енді адамда нәпс деген нәрсе бар. Үндікті айтады, нәпс деген баладыр, ұянған өткен соладыр дейді. Қазақшасын айтқанда нәпс сондай нәрсе адамды отқа салып жібереді екен. Адамда 2 нәпс бар екен. Бірі тамақ, тіл, жеу, екінші жыныс нәпс. Опасный нәпс екеуі де. Біреуі тамақтан өледі, біреуі жыныс нәпсіне өледі. Қараңыздар. Қазір тамақ нәпсі өте үлкен. Енді адамның бәрі жасағысы келеді, тамақтанып біледі, бірақ информация жоқ та, нені жеу керек, нені жемеу керек. Маған бір апай келіпті, жасы 58-де, осы неден келген дейді. Көктем магазинға орыс 58 жаста апай жылап келді маған. Больницаға жатқан, больницадан шыққан. Шыққаннан кейін күнде скорый шақырады екен, 180. Ол скорыйдан ұрысып, сіз диета ұстамайсыз, бізді шақыра бересіз. Айтқанды қылмайды, дәріні ішпейсіз ба? Келе береміз, ұрысқанда шақырады скорыйда, ода подстанцияға жауап беру керек, күнде шақыра береді. Апай маған келді. Апай не жейсіз дедім ғой, жаңа бірінші тамақтан сұрадым ғой. Сөйтсем, апай күнде 2 килограмм алма жер екен. Ой, бұған не дейсіз екен? Алма жер екен 2 килограмм. Нағып оны дәлінен көтеріп алды, алма жесе? Бәрі алма жейді дейді. Нағып дәлінен алма көтеріп алды. Потому что алманың ең ол шырынын танып жер екен, шырынын. Жаңа таудың ең әсер алмасын. Ол алманың мижазы ыстық болады, ыстық. Ол дәлінен көтереді. Күнде 2 килограмм жегеннен кейін алма дәлінен көтереді. Апайды диетаға отырғыздық. Мижазына қарап өзгертті. Апайдың дәлелі 3 күнде түсті. Кейін 5-ші күні скорый қыдырып кетті үйіне. Апай өлді ма, не қалды екен, нағып қыдырмай қойыпты. Күнде келіп жүр балдар ғой. Апай оларға ұрысып, айтпайсыңдар ма диетаны? Апа алманы біз бәрін айтамыз жедеп депті. Енді мысалы современный докторлар мижаз деген теорияны білмейді, оларда информация жоқ. Алманы бере береді бәріне. Алманың да алмасы бар. Алманың шырыны бар, кислысы бар, көктемдегі алма бар, күздегі алма бар. Енді мысалы көктемдегі кислый сладкий алма жесеңіз, дәлденен түседі, қарныңыз қойылады. Күздегі шырын алма жесеңіз, дәлдені көтереді, қатты көтереді дәлдені. Так, алма. Так, мысалы стол попелдер алма деп қойған болды, точка болды. О алманы қандай жеу керек, қайға жеу керек, кімге жеу керек, ол туралы ешқандай информация жоқ. Бізде именно соның именно бойынша оның мижазын анықтап, біз біреулерге айтамыз, наоборот шырын алма жей дейміз. Біреуге айтамыз, кислый алма жей дейміз. Мысалы қаны аз, анемия, слабый, слиз деген көп екен. Ол наоборот шырын алманы жеу керек. Қанды көтереді ол. Ішінде темір элементі бар. Қанды қатты көтереді алма. Бірақ кімнің қаны ойылып, дәмінесі астып, ыстығы көтеріп кеткен болса, ол шырын алма жей алмайды. Қирайды ол. Соның үшін бізге келсеңіздер, мижазды анықтаймыз. 4 сұйықтың состояниесін анықтаймыз. Бауыр бәрін тазалаймыз. Мысалы сонда грижа, жировой гепатоз, давление бәрі автоматически келеді. Айтамын жаңа, екеуі келді. Біреуден 1 миллион 200 сұраған, біреуден 500 сұраған. Ал екеуі шоқ жүрасың. Оны қаласаңызда интервью беріп, әзір шақырып кетсе боласың. Өзі айтады аузынан. Так? Телефон номер жазып қойғанма дейді. Олардың телефонын жазып бер, екеуінің телефонын. Телефонын бересіздер. Екеуінің телефондасы көріңдер. Қаяқта 1 миллион 200 сұрады, қаяқта 500 сұрады. Тиктокта бар ағай ол кісілер. Тиктокта бар, кіріп көріңіздер, менің немде? Сайтта. Екеуін көріңіздер, мен сіздерге реклама қылған жоқ па, мен сіздерге. Маған очередь мынандай жетеді, әзір 15 күнге кетіп жатыр очередь. Мен просто халыққа общий беріп жатырмын да, неге? Инсульт көбейіп жатыр, инфаркт көбейіп жатыр. Ол бейшаралар келіп жатыр ғой маған. Грижа көбейіп жатыр, грижа, анау келді ғой жаңа 1 миллион 200 сұраған, 500 сұраған. Соның алдын алу керек деген нәрсені сіздерге түсіндіріп жеткізбекшімін да мен. Мақсат сол. Маған ойбай келin, мен клиникама деген жоқ мен сіздерге. Мен сіздерге біздің восточный медицинаның қандай үстемдіктері бар. Қандай бізге халыққа пайдасы бар. Сол туралы агитация, пропаганда жүргізіп жатырмын. Неге десеңіз, бұны білу керек. Әрбір халық, әрбір адам өзін қандай тамақтану керек, мижазына қарап не жеу керек, не жемеу керек. Қандай салауатты тұрмыс салтын алып бару керек, оны ойлау керек. Міне қазір біздің Шымкентте футболный командамыз бар.
За 60 қазір чемпионат кетіп жатыр мына. Ең біздің футбол Наурыз командамыз, ең ішіміздегі үлкеніміз бывший әкім Шымкентта. Жаты 72-де. 72-де нападающий ойнайды бізде. Так? Ойнаймыз. Қимылдау керек адам, қимылдау керек. Мен баяғыда айтады, 65-ге келген шал оқапты деп. Мен 65-ге ұқсаймын ұқсамай ма? Запорға не істесе болады. Запор. Ең главный запор. Уақыт. Адамның іші күнде келіп тұру керек. Егерде, міне мысалы үшін, міне ішіңіз кемей қалды, мысалы зәрдің шығуы өзгерді, теріңізден тер шығуы өзгерді, это уже предвестник заболеваний. Мысалы сіз запорсыз ба, сізде уже басқа оның себептері бар. Оның түбіне жету керек. Енді запордың ең қысқаша былай, енді оның ар жағына кәулеп жету үшін сізді көру керек. Енді оған көрмесек былай. Заборды кетіру үшін дуфаляк ішіп жатыр екен. Дуфаляк кеше біреу келді, дуфаляк ішіп жатыр не болғанда келді маған кеше. Не қылам, дуфаляк ішпесе ішілмейді екен. Ой, дуфаляк болмайды. Адам тамақ турлау керек, тамақ. Не жеу керек? Сок. Соковы жұмалға алыңыз. Сәбіз, асқабақ, свекла. Күнде 100 граммдан ішіңіз. Болды. Одан кейін майлақаттарды азайтырыңыз. Ыстықтық тамақты азайтыру керек. Адамның ыстық асты іші қатады біліп алыңыздар. Ыстық асты іші қатады. Это закон. Ыстық не? Ыстықтық тамақтар. Майлақаттар, қазы-қарта, пешбармақ, ыстығыңыз асты ма? Жаңғақтар жедіңіз, ішіңіз тақ қатқанды. Міне ыстық суық. Ол дуфаляктың керегі жоқ. Ыстығыңыз, суығыңыз туырлаңыз, тамағыңыз туырлаңыз, 5 дуфаляк өзі келе береді ішіңіз. Көп жүрген пайдалы ма дейді? Көп жүрген. Міне сізге мысал қараң. Тауда жүрген малдарды көресіздер ма? Тауға бәрі қазақпыз ғой, тауда жүрген мал. Қалай? Үстінде жылтырап тұрады бүйтіп. Енді әлгі байлап қойған малды бағасы ғой, мысалы үш ай жем беріп бағыңда беріңіз, 3 айдан барып көріңіз. Тағы денесінде жүндерін көрсеңіз, адам қарақсы келмейді, түлеп, тұяғынан өсіп кетеді, 20 сантиметр болып. Неге? Қимыл керек, қимыл. Бір күнгі нагрузка здоров адамға 10 километр бір күнде. Мысалы шағымеріңізді қойдыңыз, кешқұрын 10 километр болу керек. Міне маған кеше біреу кепті. Офисте отырыр екен. Бір күнде бар жоғы 1 километр жүрер екен. Анау 6 сағат ананың алдында отырыр екен. Не бар ма? Бухгалтер. Ол ауырмай кім ауырайды? Ол ауырайды. Ауырмаған жер жоқ. Үстінде экзема, бел ауырайды, аяқ ауырайды, ұйқысы жоқ. Қалай ол адам ауырмайды? Қалай ауырмайды ол адам? Ол ауырғаны мейлі, ол ертең өледі ол. Ол кетісте өледі. Не бар? Ұйқы кетеді, дәміне кетеді. Мінерге келді, ол жердің өзінде конфликт шығарды, екі адам ауырысты. Неге? Нервтері уже привязаны да былай. Ол да мына кришка кеткен, организм полный өзгерген, так, образ жизнь кеткен, бір күнде істеген томография, басында ақша табу, анақта кредит, қаяққа мәселе тақалып жатыр, білесің? Соның үшін, міне біздің секрет қай жерде? Біздің секрет мынадай дәріні сіздерге пропаганда қылу емес. Мысалы, азыр қылады ма, фирмалар шығып жатыр. Кеше біреуге кепті маған, мына не дейді, грижаға, лишиняға бір дәріні шығарып қойыпты. Кнопканы бассаңыз, тақып ақында түсесіз. Акция деп шығарғанда, акциясын бассаңыз, платныйға шығады бияғына. Дато адамдар кетіп барады да, мынау ақша табу. Это ужас просто. Анау рекламаны басып беріп жатыр. Мысалы, артроз 3-й степені қойып қойыпты да. Ананы бір 10 күн шаққаннан кейін артроз былай кетіп қалар екен. Ол жизни болмайды ол. Бірақ анау сау адамнан анау адам көріп қойған реклама қылып. Енді мысалы артроздан қиналып жүрген адам ананы алады, обязательно проба көреді. Қазір не кетіп жатыр да, адамдардың мынауысы өзгеріп жатыр, мынауысы ақша табу үшін не келсе соны қылып жатыр да. Төрде Құдай бар. Ойлау керек, дұрыс ойлау керек, Алланы сұрау керек, дұрыс ниет қылу керек, халыққа қызмет қылу керек. Халыққа қызмет қылсаңыз өзінің нәрселеріңіз келе береді өзі. Это закон. Міне повар. Жақсы повар. Жақсы тамақ пісірсін болды. Ақша қалтаға тола. Мысалы мен халыққа өзімнің қызметімді көрсетейін, болды. Мен арқылы адам қуып жүремін. Мен адамның арқасынан қуғым керек емес. Мен адамға тек дұрыс көмек көрсетсем болды. Басқа бұны ұста. Өзінің ісін шын көңілден істесін. Өшіп тұрады оған адам. Біреуді алдаудың керегі жоқ. Дұрыс жүр. Минет қыл. Адамның сұрақ. Аллах'la береді. Сонда жаңа Қазақстан болады.
халқымыз бай болады, дені сау болады. Бәріміз Алланың берген жаңағы не дейді 70-80-100 жылдың енді біздің статистика бойынша біздің Қазақстан ақыры япондар қазір қайға шығып кетті, Англия қайға шығып кетті азында. Өзбекстаннан біреу барыпты да, біздің Өзбекстанда адамдар көп жасайды депті. Англия бірінші орында тұрады бұларыңыздар. Англия, Франция көп жасауда. Неге? Потому что оларда образ жизнь, питание очень правильно жай ғой. Япондардың питаниясын бір көрдіңіздер, ана жүзуге баққан адамдардың как питаются они. Как они занимаются старики. Ана күнмен көрдім интернетте. Так, 80-ге келген шал мынандайға 55 рет тартылды. 55 рет тартылды. Қазір біздің жігітті қойып 20 жасар, әрең 10-ға жетіп салмайды, 5-ге жетіп салмайды. Мәселе қайда келіп тақалып жатыр. Қазір адамдар ойлайды, мен мына таблетканы ішсем, мына укол жасам келеді ме? Маған таблетка жазып бер, укол жазып берді. Оның тамағы, жүріс-тұрысы, миязы, мынаусы, оның фарқы жоқ. Енді бізге келсеңіздер, біз сол системаға түсіреміз. Любой ауру түсіреді. Бірінші Алла, жатырын грижа түсіреді, жатырын гепатоз түсіреді, дәрдене түседі. Оған түсеміздер, Алланың берген 80-90 адам ниет қылу керек, 100-ге кірейін деп, 100-ге кірейін деп, 100-ге кіру үшін қыдырасыз уже. Жүріс, тұрыс, бой. Соған 100-ге кіресіз. Алланың өзі береді сізге 100 жасты. Мен біздің атам арқасынан сұраған 100 жас. Біздің атаның қағидасы береді. Ұрлама, сұмдық қылма, зорлық қылма, тура жол жүреді. Біздің әкем 50 жыл істеген мектепте соғысқа 2 рет барып келген. Біздің әкемнен сол кезде райком секретарь қол қарайды. Анау қисық жол жүрсе, прям Москваға жазып жібереді. Тур Москваға жазып жібереді. Адам көп қызмет қылған енді ауылда. Бір дұрыс жүрген адамдар сол қағидасынан 100-ге кірді ғой. Мен де ойлаймын, адам дұрыс жүру керек. 4 минут қалды. Дұрыс ойлау керек. Дәл бұл уақыттарымызды алғанымыз үшін сізге рахмет. Енді аптаның әр несі күні шығамын мен. Вторник күні сағат 10-да да 10-да. 10-да шығамыз. Мен осы біздің Түркия халықтарының медицинасы туралы, оның пайдалары туралы, ендігіде мынау әрбір тамақтың мижазы туралы сөйлесеміз. Ол мижаздың бәрі сатыр көп. Одан кейінгі секен нені тематиканы қосып бара береміз. Менің мақсатым халық пайдалансын да, халық ауырмасын, халық дені сау болсын. Так? Потому что көріп ғой мен бар тапқан дәріге кетіп жатқандар. Фармацевтический мафия деген нәрсе бар. Сіз өміріңіздің ақырында сауын түйізге айналасыз. Жатасыз, күнде $100 дәріні әкеліп салып жата береді. Сол күнге түспең деп жатырмын сізге. Мысалы дәріне болады, дәріне кетіріңіз. Қазір уақытыңыз бар ма? Кетіріңдер. Ертең институт болып жатқан енді төлеп неде. Ол сізге бесплатный қамау болады. 10 жыл жатың институт болып неде кроватта. Ол өмір сізге мынандай болады. Осы дүниенің өзге дозақ болады. Дозақ. Зачем? Өмірге келдіңіз ба? Жасаңыз. Күліңіз, ойлаңыз. Жақсылық қылыңыз, қызмет қылыңыз. Жаңа Қазақстан құрайық. Так? Бәріміз деніміз сау болсын. Мен тыңдаушылар, сіздерге барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға аманшылық тілейміз, елімізге құт береке тілейміз, Қазақстанымыз өркендей берсін. Жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстанды көтерейік барлығымыз 100-ге кірейік. Құт береке болсын барлығымыздың үйімізде. Барлығыңызға сау, саламаттық, жақсылық тілеймін. Рахмет сіздерге.